Танака меморандумы қаншалықты қауіпті болды? Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония соғысқа тікелей қатыспағандықтан, Жапония экономикалық табысқа жетті. Сауда көлемі артты, дзайбасу монополиясы күшейді. Дзайбасу 20 ғасырдың басындағы Жапонияда пайда болған ірі қаржы өнеркәсіптік монополиялық концерндер. Олар бірнеше саладағы компанияларды біріктіріп, ел экономикасын дерлік бақылаған алып топтар болды. Жапониядағы ең ірі дзайбасу Митсубиси, Мисуи, Сумитомо, Иесуда. Олар банктерді, зауыттарды, шахталарды, кемелерді, сауда компанияларын түгел иеленген. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Жапония 1917-1918 жылдары нан жетіспей, азық-түліктің бағасы жоғарылай берді. Бірінші дүниежүзілік соғыс 1918 жылы тамыз және қыркүйек айларында Жапонияның 36 префектурасында ашыққан тұрғындарының қозғалысы басталды. Жапон тарихында бұл қозғалысты күріш бүліншілігі деп атайды. Күріш бүліншілігі Жапониядағы 144 қаланы қамтады. Әсіресе Осака қаласы. Осы қаланың Ниспон ауданында жиылған 20 мың адам болды. Бір күннің ішінде Осака қаласында 250-ден астам қамбаны қиратты. 1919 жылы жұмысшылар көтерілістері Жапонияда әртүрлі өнеркәсіп салаларында жұмысшылар ереуілдерге шықты. Негізгі талаптары: жалақыны көтеру, жұмыс жағдайын жақсарту, қанауды азайту. Бірақ үкімет бұл қозғалыстарды қарулы күшпен басып жаншыды. 1923 жылы Токиодағы алапат жер сілкінісі елді күйзелтті. Жапония астанасы Токио толық қирады. 150 мың адам қаза болды. Жапония сыртқы саясатының түбегейлі өзгеруі. 1927 жылы билікке генерал Танака Гичи келді. Оның кабинеті елдің ішкі мәселелерін агрессиялық сыртқы саясатпен шешпек болды. Гичи Танака мемлекет және әскери қайраткері, император армиясының генералы, елдің 26-шы премьер-министрі. Гичи Танака агрессивті әрі реакцияшыл сыртқы саясаттың жақтаушысы. 1927 жылы Танака меморандумы жарияланды. Өзін-өзі қорғау және басқаларды қорғау үшін Жапония Шығыс Азиядағы қиындықтарды қан мен темір саясатын жүргізбей жоя алмайды. Қытайды жаулап алу үшін алдымен Маньчжурия мен Монғолияны алуымыз керек. Әлемді жаулап алу үшін алдымен Қытайды бағындыруымыз қажет. Егер біз Қытайды жаулап алсақ, қалған барлық кіші Азия елдері, Үндістан, сондай-ақ оңтүстік теңіз елдері бізден қорқып, тізе бүгіп береді. Әлем Шығыс Азияның Жапонияға тиесілі екенін түсініп, біздің құқықтарымызды даулауға батпайды. Меморандумда капиталистік әлемнің басты державасы ақш пен қайшылықтардың өскені көрінеді. Біз ақшты талқандауымыз керек. 20 ғасырдың 20-40 жылдардағы Жапонияның ішкі және сыртқы саясаты. Сыртқы саясаттың мақсаты: Танака меморандумын жүзеге асыру. Маньчжурия мен Монғолияны, кейін бүкіл Қытайды жаулап алу арқылы әлемдік үстемдікке қол жеткізу. Қан мен темір саясатын жүргізу. КСР-ға қарсы әскери әрекеттерді бастау. Батыс державаларын талқандау. Ішкі саясаттың мақсаты: елді тоталитарлық мемлекетке айналдыру. Император культін орнықтыру және Жапон халқының ерекше рөлі, олардың басқа халықтардан үстемдігі идеяларын насихаттаумен айналысатын таққа көмек қауымдастығын құру. Жаңа саяси құрылым құру, қоғамды әскери мемлекеттік бюрократияның қатаң саяси бақылау жүйесімен басқару. Жаңа экономикалық құрылым қалыптастыру, ел экономикасына әскери мемлекеттік қадағалауды енгізу. Жапонияның басқыншылық әрекеттері. 1930 жылдар бойы Жапония Қытайдағы азамат соғысын өз ықпалын күшейту үшін пайдаланды. 1931 жылы Жапон армиясының офицерлер тобы Маньчжурияны басып алуға сылтау болған оқиғаны әдейі ұйымдастырды. Өз үкіметімен келісілместен, Жапон әскері бүкіл провинцияны басып алып, 1932 жылы қоршақ мемлекет құрды. Бұл мемлекет Маньчжуга деп аталды, және оның басына Қытайдың соңғы императоры Пуй отырғызылды. 1933 жылы Жапония ұлттар лигасынан шығып, халықаралық нормаларды мойындамайтынын көрсетті.
1937-1945 жылдар арасында Жапон-Қытай соғысы өтті. Соғыс барысында Қытайдың кең аумағы басып алынды. Шанхай, Тяньцзин, Нанкин, Ухань қалалары қиратылды. Фумимара Каной саясаткер, Жапонияның 34-ші премьер-министрі. Елдің милитаризациясының бастамашысы болды. Үкімет Шығыс Азиядағы жаңа тәртіп концепциясын ұсынды. 1938 жылы ұлттың жалпы мобилизациясы туралы заң шықты. 1939 жылы Жапония қол астындағы Шығыс Азиялық қауымдастық теориясы жарияланды. 1936 жылы антикоминтерндік пактке қол қойылды. Ол 1940 жылы 27 қыркүйекте үштік пакт болып өзгертілді. 1941 жылы сәуір айында КСРО мен бейтараптық туралы келісімге қол қойылды. Антикоминтерндік пакт 1936 жылы Германия мен Жапония арасында жасалған коммунизмге қарсы Кеңес одағына бағытталған әскери саяси келісім. Кейін Италия қосылып, фашистік елдердің одағы құрылды. Пактінің басты мақсаты КСРОның коммунистік идеяларын таратуына жол бермеу. Коммунистік қозғалыстарды бақылау және басу. Әсіресе Қытай, Моңғолия, Еуропа елдеріндегі фашистік елдердің әскери саяси одағының қалыптасуы, яғни Жапония, Германия, Италия арасындағы байланысты нығайту. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында агрессор елдердің бірігуіне жол ашты. Бұл құжат фашистік блоктың қалыптасуына негіз болды. Кейінірек, ол үштік пакт түрінде кеңейді. Әлемдік шиеленісті күшейтіп, екінші дүниежүзілік соғыстың басталуына ықпал етті. 1940 жылы екінші дүниежүзілік соғыстың бастапқы кезеңінде Франция жеңіліске ұшырағаннан кейін, Жапония француз үнді Қытай аумағына Вьетнам, Лаос, Камбоджаға басып кірді. Содан кейін Индонезия аралдарына, Малайзия мен Сингапурға шабуыл жасады. Екінші дүниежүзілік соғысы кезіндегі Жапония, америкалықтар мен еуропалықтардың елеулі қарсылығына іс жүзінде тап болмаған Жапония өз бақылауына жалпы ауданы 10 миллион шаршы километр, халқы 400 миллион адам болатын құрлықтық және тынық мұхиттық кең аумақтарды бағындырды. Соғыс жылдарында Жапон милитаризмінің бейнесіне айналған генерал Хидеки Тодзио шектен шыққан милитарист және шовинист болды. Перл-Харбор шабуылы 1941 жылғы 7 желтоқсанда Жапония Азиатынық мұхит аймағында үстемдік орнату мақсатында ақш-тың Перл-Харбор әскери теңіз базасына күтпеген жерден әуе соққысын жасады. Бұл оқиға ақш-тың екінші дүниежүзілік соғысқа ресми түрде кіруіне себеп болды. 7 желтоқсаннан кейін бір күн өткен соң, 8 желтоқсанда ақш конгресі бір ауыздан Жапонияға соғыс жариялады. ақш әскери теңіз күштер Жапонияны біртіндеп кейін шегіндірді. 1945 жылы ақш Хиросима мен Нагасакиге атом бомбаларын тастады. 1945 жылдың наурыз айында КСРО одақтастары алдындағы өз міндеттемелерін орындай отырып, Жапониямен жасалған қосалқы шабуыл жасамау туралы шартты бұзды. Ал 9 тамызда оған соғыс жариялады. КСРО қарулы күштері Қытайдың солтүстік шығысын, солтүстік Кореяны, оңтүстік Сахалинді, Курил аралдарын басып алды. Квантун армиясы толық талқандалды. Ал 14 тамызда император Хирохито Жапонияның мінсіз капитуляция актісіне қол қоюға дайын екенін мәлімдеді. 2 қыркүйекте американдық Миссури крейсерінің бортында капитуляция актісіне қол қойылды.